Өрт құтқару спорты бойынша Қытайдың Харбин қаласында өткен әлем чемпионатында қарағандылық жерлесіміз Қазақстан Республикасының абсолютті рекордсмені Бауыржан Текенов қола медаль жеңіп алды. Нөмір 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде жеңімпазды салтанатты жағдайда зор қошеметпен қарсы алды. Бауыржан Текенов Қытай Халық Республикасының Харбин қаласында өткен өрт құтқару спорты бойынша әлем чемпионатында 100 метрлік кедергілер жолағында қола медаль жеңіп алды. Сонымен қатар ол 3 түрлі кезең бойынша Қазақстанның абсолютті рекордшысы атанды. Аталмыш жеңісімен әріптестері мен достары құттықтап, салтанатты түрде күтіп алды. Кездесуде департамент бастығы Марғұлан Аманбаев Бауыржан Текеновтың жетістігін ерекше атап өтіп, одан да биік жеңістерге жетуін тілеп, лебізін жеткізді. Бауыржан өзінің Қазақстан рекордын жаңартты. Одан соң 100 метрлік жүгіруде Бауыржан Текенов Нұрланұлы 3-ші орынды иеленді. Ол жерде өздеріңіз білесіздер, Қытай Халық Республикасы өздерінің жаңағы қожайындары, алаң иелері, Россия Федерациясы, Беларусь, Өзбекстан тағы да көптеген мемлекеттер ішінен біздің Бауыржан Текенов 3-ші орынды иеленіп отыр. Бауыржан бұл спорт бойынша әлем чемпионатында жүлдегер атанған Қазақстандағы екінші спортшы. Ол жарыстың оңай болмағанын, қарсыластардың мықты дайындықпен келгенін атап өтті. Десе де намысты қолдан бермей еліміздің байрағын көкке көтерді. Это мой второй чемпионат мира, который я поехал. Бұл менің екінші әлемдік чемпионатым, ал жалпы Қазақстанда осы спорт бойынша 2012 жылы ғана бір жүлдегер болған. Ол да қола жүлдеге ие болған. Енді міне мен Қазақстанда өрт құтқару спортынан әлем чемпионатында жүлдеге ие болған екінші спортшымын. Қарсыластарымның бәрі мықты болды. Әріптестеріме, достарыма басшылыққа алғыс білдіремін. Осылай мені үнемі қолдайтындарына рахмет айтамын. Бауыржан Текенов азаматтық қорғау органдарында 2016 жылдан бері қызмет етіп, 2017 жылдан бастап өрт құтқару спортымен белсенді айналысады. Осы орайда департамент басшысы Бауыржан Текеновке лейтенант шенін беру туралы өтініш шығаратынын атап өтті. Бауыржан 16 жылдан бері бізде қызмет атқарады. Қазіргі кезде Бауыржан өзінің жоғарғы оқу орнын бітіріп, жаңағы дипломын алды. Соған байланысты осы еңбегі, және де атқарып жатқан еңбектеріне қарап отырып, Бауыржанға осы келесі айдың қазан айына шейін жаңағы лейтенант шенін беруге представление дейміз ғой, жібереміз министрдің атына. Соны министр қолдайды деп ойлаймыз. Шара соңында басшылықтың атынан Бауыржан Текеновке бағалы сыйлықтар табысталды. Әріптестері мен достары, жақындары жылы лебізін жеткізіп, естелік суретке түсті. Диас Елемес, Зұлқарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.